Халқымыздың зергерлік өнері ерте ғасырдан бастап даму алды. Шеберлердің қолынан шыққан әрбір әшекей қатпар-қатпар тарихты таңбасын танытып, бүкіл ұлттық болмысымыздан сыр шертетіндей. Зергерлік әшекей бұйымдар көптеген топтарға бөлінеді. Олар киімге тағатын әшекей бұйымдар деп те бөлінеді. Киімге тағатын әшекей бұйымдар түймелер, жапсырмалар, қапсырмалар, және де тана моншақ, тал моншақ, кемер белдік, кісе белдік, қамар белдік деген сияқты көптеген түрлерге бөлінеді. Мен бүгін сіздерге осы қазақ халқының белдік, белбеудің түрлерін, қасиеттерін айтып берейін. Белдік Қазақстан және Евразия даласындағы көшпенді халықтардың киім-кешектерінің міндетті бір элементі. Белге тағатын әшекей, ұлттық киімдердің ажырамас бір бөлшегі. Қазақ даласында киім-кешектердің кейбір түрлеріне түйме тақпаған, керісінше екі өңірді қапсырып белбеу таққан болатын. Белдіктер қайыстан және былғардан, түрлі түсті қымбат маталардан жасалып, үстіне алтын, күміс әшекей бұйымдарды қондырады. Белдіктің түрлері олар алтын белбеу, өрмелі белдік, әскер белдік, және зер белбеу, және де қамар белдік, кісе белдік, кемер белдік сияқты көптеген топтарға бөлінеді. Мен бүгін сіздерге осы белдіктердің ішінде мынадай кемер белдік, кісе белдік және әйелдер белдігі туралы тоқталып өтейін. Белдік тағудың өзіндік мән-мағынасы және айтары бар. Мысалы, кісе белдікті, мынадай кісе белдікті үлкен жастағы адамдар тақса, ал кемер белдікті орта жастағы адамдар тағады. Ал қыз-келіншектерге үзбелі күміс белбеулерді зергерлерге арнайы жасатқан. Ер адамдарға арналған кісе белдікте мынандай іліп қоятын сәнді былғары қалташасы болады. Оларға ұсақ түсектер және оқ-дәрі сияқты өзінің жеке саймандарын салып жүреді. Ал кемер белдік болса, күмістен кемерленіп, мынандай тамаша әшекей безендіреді. Осындай белдікті кемер белдік деп айтамыз. Елдің ерін, белдің бекемдігін бағалағанда осы белдікке қарайтын болған. Алталашқа айбынын асырып, айбатын көрсетіп, топ-тортаға шығатын төрелер мен төбедегілердің ортаға шыққан кезде тағып шығатын дүниесі осы кемер белдік болған. Сондықтан халық арасында кемер белдік бел сәні, кемелді жігіт ел сәні деген осы нақыл сөз бекер айтылмаса керек. Кісе белдік, кемер белдік, әйелдер белдігі осылардың барлығын біздің қазақ халқы жиын тойларда, салтанатты іс-шараларда буынған. Белдіктерді қайыс маталардан және былғардан, түрлі түсті қымбат маталардан оқа жіптермен көмкіріп, кестелеп те жасайды. Мынадай белдіктерге мысалы әртүрлі тастар қондырады. Інжу маржанмен көмкерілген, нефрит тасы қондырылған қамар белдік ол найзағайдан қорғайды деседі. Ал қыздардың белдіктеріне келетін болсақ, қынама бел қылықты қыздардың сұлу сымбатты тұлғаларының сыры осы белдікте болса керек. Ұзатылатын қыздарға үзбелі зер белбеуді зергерлерге арнайы жасатқан. Бұл белбеуді қыз балалар болашақ жұртына ұзатылып барған алғашқы түнде тек қана шешетін болған. Бұл мысалды біз Қыз жібек фильмінің мына бір тұсынан көре аламыз. Мысалы, жібектің анасы. Жер ана, отана, ақ төсек, зер белбеу өзіңе тапсырдым десе, жібектің жеңгесі. Төрлетіңдер, некелерің қиылғанша осы зер белбеуден аттамаңдар дейді. Сол кезде Төлеген, Жібекжан, арамызда жатқан мына зер белбеуге қарасам, екеуміз асау жайықтың екі жағалауында тұрғандай сезінем дейді. Міне осы сөзден белдіктің, серттің белгісі және ақтықтың, тазалықтың, пактіктің символ екендігін көруімізге болады. Педагог, ғалым, этнограф,
тарихшы Өзбекелі Жәнібектің пайымдауынша қазақ қыздары қынама бел, қос етек көйлек киіп, оқалы камзол киет, және де күміс белбеу тағат. Бұлар қыз балалардың сымбатын көрсетсе, және де белдігінен айырылу, ар ұжданнан айырылумен тең деген болатын. Белдік тек белге буынатын зат бұйым ғана емес, ол белгілі бір қоғамдағы лауазым дәрежесінде көрсетеді. Лауазым дәрежесін және тектілігін осы белдік арқылы білуімізге болады. Кісе белдікті буынған кезде оң жақ мықынында мынандай былғары әшекей қалтасы болады. Міне осы қалтаны біз кісе деп айтамыз. Сондықтан да халық арасында кісі болмас, кісіні мүшесінен танимын, кісі болар, кісіні кісесінен танимын деген осы халық даналығы бекер айтылмаса керек. Кісе белдік ол адамның әлеуметтік дәрежесін көрсететін сәндік белбеу. Мен әзір сіздерге кісе белдік туралы бір аңыз айтып берейін. Ертеде сал серілер ең сәнді киімдерді киіп, тамаша белдіктерді буынған. Олар тек былғары қайыстан ғана емес, әртүрлі тамаша маталардан да жасаған. Мысалы, парша, боз, жібек маталардан жасалып, белдерінің сәндігін көрсету үшін бірнеше жерден буынған. Сол белдікті буынып жүретін ертеде дәурен сал деген сал болған екен. Сол дәурен салды көрген қариялардың естелігінше, дәурен сал Іле өзенінен кешіп өткен кезде белдігінің бір ұшы өзеннің мына жағында қалса, екінші бір ұшы өзеннің арғы шетінде қалған деседі. Мінекей дәурен салдың көзін көрген қариялардың осындай жаңғырығын есімізге алсақ, белбеудің әсіресе мына матадан жасаған сал серілер таққан белдіктің қаншама сәнді және ұзын екендігін көруімізге болады. Зерттеушілердің айтуына қарағанда, әрбір жауынгер болатын әскери адам бойына әскери белбеуді таққан деседі. Оларға қондырған мынандай жапсырмалар қаншалықты көп болса, оның әлеуметтік дәрежесінің соншалықты жоғары екендігін көруімізге болады. Этнографтардың айтуынша, белдік тек қана белге буынатын зат қана емес, ол дәрежеден екінші бір дәрежеге немесе бір шақтан екінші шаққа өтудің белгісі деп есептеген. Мысалы, ертеде жасөспірім бозбалалар 12-15 жасқа келген кезде әкесі оған белдік ұсынған. Бұл белдікті таққан бозбала енді жігіт болды деген мағынаны білдіреді. Және де ертеде бай ауқатты адамдар балаларын сүндет той жасаған кезде айырым шеберлерге осындай тамаша күмістелген алтынмен қапталған белдіктерді арнайы жасатқан екен. Белдік жинағының құны кейде тұтас дәулетке тең болған. Ата-бабаларымыздың осындай әшекей бұйымдарды, ата-баба дүниелерін ардақ тұту салты біздің қазақ халқында ертеден бастап етек алған болатын. Олардың қатарына батырлардың, ата-бабаларымыздың қару жарақтары және осы белдік болған. Белдік ата-бабаның көзі ретінде оны ұрпақтан ұрпаққа әулет арасында мұра етіп қалтырып отырған. Белдікте ата-бабаның рухы өмір сүреді деп, оны ешқашан ешкімге сыйламаған. Егер сыйласа, сол дәулеттің бағы, құт берекесі кетеді деп есептеген. Мінекей белдіктің осындай қасиеттері болғандықтан қазақ халқы оны қастерлеп үйіне іліп қойған және ұрпақтан ұрпаққа мұра етіп қалтырып отырған. Өткенсіз болашақта бүгінде болмақ емес. Бірақ әзіргі біздің жас ұрпақтың осы ата-бабалардың салт дәстүрін және мәдениетін аз білетіндігі өкінішті.
Ал біздің мақсатымыз осы ата-баба салт дәстүрлерін сақтай отырып, қазақ халқының рухани және материалдық байлықтарын кейінгі ұрпаққа көрсету және оны ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру әрі насихаттау болып табылады. Сіздермен бірге болған мен Бахаргүл Төлеген. Егер қазақ халқының осындай тамаша белдіктерінің қасиеттерін білгілеріңіз келсе, менің Бахаргүл Төлеген атты YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, осындай тамаша мағлұматтарды біле жүріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Бахаргүл Төлеген. Назарларыңызға рахмет.